мен айтайын ба, 19 жасында ең бірінші тойымда, вечер басқарып жүрген кезім ғой, студент кезде. Вечер. Золотая середина, диплом басқарамыз, туған күн басқарамыз, 5 теңгеге басқарамыз. 5 теңге бір апта күн көретін кез ғой, әбеке білесіз. Сөйтіп 5 теңге басқа. Сөйтіп жүрген кезде бір Қасымхан деген досым бар, менің группаласым, екеуміз жан досым. Соның мамасының 40 жасын өткіземін да, сояқтан мен қаяқтан ұнатып қалғанын білмеймін. Балқашқа шақырады ғой мен. Өрлеп Балқашқа, досымыз ойнайды Қасым. Вечерден Балқашқа. Балқашқа. Досым Балқашқа тойға барамыз ғой дейді. Не дейді? Үйлену той дейді. Қояй мен. Үйлену той басқарамын дейді. Досым 5000 беріп отыр дейді. Ештеңеге басқарып жүрген. 10 есе енді. Ойбай, барамыз ба, барамыз. Қасым, мен сен барасың мен Қасыма деймін. Болды, барам Қасыма дейді. Жолыңыз көтерсін, 5000 теңге берсе барам. Бірақ той басқарып көрмегенмін. Нарда өкіл дайындық, сөздерін бәрін жазып, ойдағырден ешқашан жолға шығып көрмеген баламыз ғой. Как будто осы үйден шығып, тойханаға кіріп кетеді адам болса, қанттай кейін, пойызға кеткен. Бірақ кейін, қанттай оны үтікті етіп, айнаға 100 рет қарап ше, сөйт. Ол кезде дамымаған пойыз жоқ. 3 күн баратын жер екен ғой. Шуға тоқтап. Үйден газ жаланып шығып кеткенсің. Газым жаланып шығып кеткен, одан басқа киім жоқ. Түнде жататыныңды ойламағасын, тұратыныңды. Пласкарт, күн деген қайнап тұр. Уже әдетте тамақ ішіп былға бағасың ғой. Одан вокзалға түнге үштетіп қауымдардың арасында ұйықтап келесі пойыз келгенше. Ана Касым Жалбар не болды? Ой, Касым Жалбар, оған қуанасың, ол өзі. Ол Балқаш емес, Балқашқа кетпей Саршаған деген ауыл. Саршаған пайдасы тоқтатты, кім күтіп алды десеңізші? Мотоциклмен біреу күтіп алды, люрі бар. Ол құммен кетті. Қасым екеуміз шаш деген былай құммен. Қазір 2 сағаттан кейін той басталады да қояды. Осылай кетіп барасың, тамада Шымкенттен келеді. Өзің қорқып барады, қолыңды мынағыңды общеде тұрады. Дайындалып бар, қаяқта желді дайындаламайсың. Көзге топырақ толған, былайынан барды. Сонымен ол кезде бойымыз кішкентай, Қасым деген, ол да менен де кішкентай. Сонымен анау ұрап, келдіңдер, Шымкентте тамада келді. Тамадаланған, ассалаумағалейкум біз өңіп өткереді. Тамадаланған, ассалаумағалейкум. Ой, молодец, дәу жігіт болдың ба да қойып біреу маған. Бала да бөліп тұрды. Тамада, әкел, қан тамадалан дейді. Мені дейді. Алларың тұрақ болды. Қан тамадалан. Сені тамада ма дейді. Жақсы ма дейді. Біркеші меқа дейді. Өзің қорқып барғасың. Ана жерден бала ғой мынау. Үстіңіз топырақ. Жоқ қой, түрі жоқ уже. Тағы өзімде де тамадамын деп тұрған жоқ қой. Уже бода сен тамадасың ба десе. Анаға барасың ба десе. Дейді ғой, қорқып десің. Тамадамын деп. Айғай шу басады. Тамада, қақын тамамыз дейді. Саршағанда ананы шақыра салатын тамада жоқ. Сонымен амал жоқ болатын болды. Бапта бастады. Бап киімдерін ауыстырып шықсын деді. Киім ауыстырып, киім бар адам қосып, анада кіріп кеттім, мен де ауыстырып шығады. Киім жоқ ауыстырып. Көріп баласымыз екеуміз тұрмыз, Қасым екеуміз. Несі, менің киім киіп аласың ба дейді. Сәл ауысады ғой киімің дейді, қойшы сен деді. Сонымен не керек басталды ғой той, бісміллә деп. Енді багаж бар. Киім жаман болғанмен түйін жақсы да. Содан сен тұр, далада той, акустика деген күшті. Бісміллә деп осындай жаттаған сөздерін айтып, той жақсы, бір шалдар ояқтың жаңағы сөз тыңдайды дегенім, андай сөздің мағынасын түсінеді да. Ой, фірмайды, деп ұтпайды дегенде бәрі тыңдайды деген, жауабын береді, осындай депті, шалақым десең. Ана орыс мінез болса да ояқта, ты смотри деп шалдар жегенде, пай-пай демей дегенде, ты смотри деп, одан сайын ашылып деп атқан кезде бір кісі келді, балам деді, антрактыны қашан бересің деді. Дың еді, оны деді, намысы бермейді, тамадасын. Қаз береміз, көке, күте тұрыңыз деп қоям. Сонымен ішімден жүргізіп, тағы антракты не болды дейді. Сонымен бір тағы, балам антрактын бересің ба деді. Көке, бермеді ма деді, берген жоқ деді. Ана кісі беріп еді, досым, көкем антрактын еді, беріп жібер дейді. Анам антракт дейін, сен не қыласың, не екен антракт. Сұрағанын бер көкемнің, көке ана кісіге жолығыңыз. Ол ана бір бәне деп сөйлесіп. Көке не қылды, мына бір бәне деп, қазір көке бергі жібереміз. Антрактілерін өздері әкелмей ма деп қоймай, Шымкенттен не бере береді? Бір кәсімен келген адам антракт жақындап береді ғой. Содан ойбай айғай шу қайтып келе береді. Сомен досым ұрсам, берсей дейді, қаяқта дейді, пакеттерінің арасын көрсетті. Ол бай сақ көріп пакеттер, шафандар деп. Біреу не істеп алсыз, антракт берген дейді. Оны ұшуда бір білмеймін дейді. Үйге кет, ана шал қайта келеді. Бір уақытта музыкант түсіндір. Не істеп алсыңдар дейді. Антракты деген не береді дейсің.
Үзіліс дейді. Сөйтсем үзіліс деген мен ол кезде орысша білмеймін. Тойда үзіліс бізде болмаған. Сөйтсем мен бір зат сұрап екен деп тендіріп жарты сағат антрактіңіз деген. Көке қазір бер жіберді. Ана кісіге айттым сол береді деп қойым арасында. Бағана Шәріп деген көкеме бер жібердім. Содан аңыз деп қойып. О Шәріп деп ол кетеді. Ананы кезір асырдым. Содан мен антрактыңды тыңдап көремін. Сөйтсем үзіліс екен. Үзіліс деген мен той бітті екен деп ойлап. Сонымен үзілісті бата беріп, бізде бата бермейді. Ояқта бата беріп, амин деп кетті. Деп қуанып той тез бітіп қалды ғой деп. Барып ана үйде тұрамыз, барып досымызға көріп той бітті деп. Тамада деген дауыс шығып жатыр. Мен айтайын ба, 19 жасында ең бірінші тойымды өзім вечер басқарып жүрген кезім ғой, студент кезде. Вечер.